60-шы сабақ есептер шығару шамаларға амалдар қолдану. Жылдам әрі дұрыс есептейміз, сен есептер шығаратын боласың. Бірінші есептерді шығар. кіші шатырға 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан және тағы да 2 шатырға 6 саяхатшыдан орналасты. Шатырда барлығы қанша саяхатшы орналасты? 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан, не? 3 көбейтілген 4 қосу 2 шатырға 6 саяхатшы. 2 көбейтілген 6 тең болады. 3-ке 4 көбейтеміз 12, 12 қосылған 12 тең болады 24. Яғни барлығы 24 саяхатшы орналасты. Келесі, бір дәптер 9 теңге тұрады, осында 7 дәптер қанша теңге тұрады? 7-ні 9-ға көбейтеміз, неше болады? 63. 7 көбейтілген 9 тең болады 63. 63 теңге тұрады. 6 дәптерге 48 теңге төленді. Осындай 8 дәптерге қанша теңге төлеу керек? 48 бөлу 6 көбейту 8. 48 бөлу 6 деп біз бір дәптердің бағасын шығарып аламыз, сосын 8-ге көбейтіп 8 дәптердің бағасын шығарамыз. 48 бөлінген 6 8-ге, 8 көбейтілген 64-ге, яғни осындай 8 дәптерге 64 теңге төлеу керек. Әрқайсында 7 данадан 8 қорап шырша ойыншығын және тағы 12 ойыншық сатып алынды. 7 көбейтілген 8 барлығын табу үшін қосамыз 12. 7-ні 8-ге көбейткенде қанша болады? 56. 56, е? 56-ны 12-ге көбейткенде 68. Ауылда бір жылдың ішінде 800 үй салынды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе артық. 2 жылдың ішінде барлығы. 8 көбейтілген 6. 8 көбейтілген 2. 8 көбейтілген 2 қосу 8. 8-ді 2-ге көбейтеміз 16. 16-ға 8 24. Яғни 2 жылдың ішінде 24 үй салынды. Екінші есеп, тікторпыштың енап ұзындығы 2 есе кем, ауданы мен периметрін тап. Б тең А бөлінген 2, яғни 6-ны 2-ге бөлеміз, неше болады? 3. Периметрін табу үшін 6-ны 3-ге қосамыз, 2-ге бөлеміз, 6-ны 3-ге қосқанда 2 болады. 9 болады. 9-ды 2-ге көбейткенде неше болады? 9-ды 2-ге көбейткенде 18. С 6-ны 3-ге көбейтеміз 18. 4 2-ге бөлгенде 2. Периметрін табамыз, 4-ге 2-ні қосып 2-ге көбейтеміз 12. 4-ті 2-ге көбейтеміз 8 болады. 8-ді Б-ні табамыз, 8-ді 2-ге бөлгенде 4 болады. Периметрі 8-ге 4 қосқанда 12-ні 2-ге көбейткенде 24, 8-ді 4-ге көбейткенде 32. Үшінші есеп. Мирас тапсырмаларды 45 минутта орындады. Сол уақыттың 5-тен 1 бөлігінде ол есеп шығарды. Мирас қанша минут есеп шығарды? Қалған тапсырмаларды Мирас қанша минутта орындады? 45 бөлу 5. 5-тен 1 бөлігін табамыз. 45 5-тен 1 бөлігін табамыз. 45 бөлінген 5 көбейтілген 1 тең болады 9-ға. Яғни 9 минут. 9 минут не істеді ол? 9 минут. Мирас қанша минут есеп шығарды? 9 минут есеп шығарды. Қалған тапсырмаларды Мирас қанша минут орындады? Тен 9 азайтамыз, неше? 56. 56 минут. 45-тен 9 азайтқанда неше болады? 36 ма? 36 минут. Ол жаңағыдай қалған тапсырмалар шығарды, яғни 45 минус 9. Тең 36. Мінеки, келесі. Мирас теңдеуді 7 минутта шығарды. Бұл математика тапсырмалардың барлығын орындауға кеткен уақыттың жартысы. 7-ні 2-ге көбейтеміз, жартысы деп тұр 14, яғни 14 минут ол есеп шығарды. Мирас теңдеу 7 минутта шығарды. Тапсырмалардың орындалған. Математика тапсырмаларды ол барлығы 14 минутта орындады. Келесі 4-ші есепте
Бесінші есепте. Алтыншы есеп тура теңдіктер мен теңсіздіктерді көшіріп жаз. Қайсы тура теңдік, қайсы тура емес теңдік. Бір тәулікте неше сағат бар? 24 сағат бар, 48 сағат. Мынау тура емес. Дұрыс барлығы. Міне бір қатарға сіздер былай жазасыздар. Тура теңдіктер. Тура теңдіктерге қайсы жатады? Мынау жатады. Тура теңдік, міне бір қатарға осылар жазасыздар. Келесі қатарға қалғандары 1, 2, 3 мыналарды жазасыздар. Мен бұларға қандай белгі салайын? Қалғандарын тура теңсіздіктерге жазасыздар. Келесі, бұл 7-ші есеп. Қазір. Жетінші есеп, бұл саяжай жерінің планы. Осы жердің периметр және үй мен хауыздың аудан есепте. Үй мен хауыздың аудан есепте. Үйдің аудан 5-ті 4-ке көйтеміз. Неше болады? 20. Үйдің аудан 20. Хауыздың аудан 3-ті 2-ке көйтеміз. 6-ға тең. Ал общий аудан 15-ті 25-ке көйтіп табамыз. Келесі, мұнда үйдің аудан 25 шаршы екен, мұнда 4-ке тең. Келесі 8-ші есеп. Дастан Айдос Самат тақтаның алдында тұр. Айдос екеуінің ортасында тұр. Айдосты орнынан жылжытпай қалай шетіне шығаруға болады? Дастан Айдос Самат тақтаның алдында тұр. Айдос екеуінің ортасында тұр. Ортасында Айдос тұр, Айдосты орнынан жылжытпай қалай шетіне шығаруға болады? Самат немесе Самат Дастан мына жаққа келіп тұруға болады, яғни Дастан Самат. Міне, мысалы, қараңыздар. Есепте берілген қазір. Дастан, Айдос, Самат тұр, Енді осы Айдосты орнынан жылжытпай, осыны шетіне шығару керек. Ол үшін Дастан мына жаққа тұрса, Айдос шетінде тұрады. Көрдіңіздер ғой, Айдос шетінде тұр сол кезде. Немесе Саматты мына жаққа шығару керек. Екі жолмен.